Сәлем достар, бүгін сіздермен балаларыңыздың сүйікті асын бірге дайындаймыз. Алдымен менің каналыма жазылып, мені қолдап кетулеріңізді өтінемін. Алдымен кіші қазанға кішкене зәйтүн май құйып қыздырамыз. Қара кесек етті ұзыншалап турап, қазанға салып қуырамыз. Етке тек бір ғана шай қасық тұз саласыздар. Біздің үйде 4 адам болғандықтан 2 жұмыртқаны қайнатуға қойдым. Келесі кезек ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, кішкене тұз салып жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, жұмыртқаны қуырып аласыздар. Мен Бигбонның осындай пакетін сатып алдым. Негізі кез келгенін қолдана беруге болады. Тамағымыздың үстіне салғанға қиярды ұзыншалап турайсыздар. Қуырылған жұмыртқаны да дөңгелектеп, видеодағыдай турайсыздар. Қайнатылған жұмыртқаны 2 бөлікке бөлеміз. Көк пиязды да әдемілеп ұзыншалап турап аласыздар. Қайнап тұрған суға пакеттен шыққан дәмдеуіштерді саласыздар. Егер де ащылығы сіздерге кем болса, соя соусы, тұз, паприка, қызыл бұрыш және қара бұрыш қоссаңыздар да болады. Сорпаның дәмі сіздерге ұнағаннан кейін лапшаны салып 5-8 минут қайнатып аласыздар. Піскен сорпаның үстіне тураған көкөністерімізді әдемілеп жайғастырамыз. Негізі бұл тағам суықтап ауырып жатқандарға ерекше таптырмас тағам. Ас болсын!